Сәлемет пе, қымбатты көрермен. Бүгін жылқы етінен ерекше дәмді тағам жасаймыз. Ең алдымен жылқының бүйрек майын алып, турап, қазанымыздың түбіне саламыз. Енді пияздарымызды мол қылып, сақиналап, дөңгелектеп турап аламыз. Енді пияздарымызды майдың үстіне саламыз. Жылқының тұздалмаған майлы етін алып, орташа көлемде турап аламыз. Сыртын жуып алдым. Ендігі кезек сәбіздерімізді ұзыншалап турап аламыз. Пияздан кейін еттерімізді орналастырамыз. Енді татымына қарай тұз, бұрыш сеуіп, пияздарымызды салып, жуылған қазымыздың майлы жерінен 3-4 жерден инемен тесіп, қазанымызға саламыз. Тағы да пияз саламыз. Еттерімізді орналастырамыз. Тағы да татымына қарай тұз, бұрыш сеуіп, пиязымызды салып, сәбіздерімізді саламыз. Қымбатты оқырман, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қызанақты да ұзыншалап 3-4 бөлікке бөліп, қазанымызға саламыз. Тәтті бұрыштарымызды да ұзыншалап турап, қазанымызға саламыз. Екі-үш сарымсақ салдым. Картоптарымызды салып, ірілеу қылып турадым картопты. Тағы да пияз сеуіп, пиязымызды салып, содан кейін картоптарымызды салып, тұз сеуіп, картоптарымыздың бетін қырыққабаттың жапырақтарымен жабамыз. Тағам сусыз, өз сөліне піседі, өте құнарлы, дәмді тағам. Сіздер де бала-шағаларыңызға дайындап, пісіріп беріп қараңыздар. Тағам жарты сағат қайнағаннан кейін оттың астын басып, жай отта 2 сағат шамасында пісіп шығады. Видео ұнаса
лайк басып, комментарий жазыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, достарыңызға бөлісіңіздер. Міне, дәмді, қош иісті тамағымыз дайын болды. Ас болсын.